Ассалаумағалейкум, мінекей біз бүгін 12 шілде 2023 жыл Түркістан облысы Мақтаарал ауданына келіп қалдық. Сол жердегі 3-ші орта Пушкин мектебіне келгенбіз. Қайда кетіп қалдыңыздар енді сіздер? Келсеңіздерші, директор мырза. Қандай сұрағыңыз бар еді? Қандай бұйымтай бар еді? Өзіңіз таныстырыңызды айта беріңіз. Мен осы Мырзакен кентінде 40 жылға жуық тұрамын. Директор мырза келсеңізші. Осы мектепте 16 жыл болды жұмыс істеп жатқаныма. Дәл қазіргі бүгінгі сұрағым менің. Қазір директор шақырып алайыншы. Сыртыңыздан сөйлеген болмайық. Иә, уақытша. Сіз директор қызметін орындаушы ма? Ат жөніңіз кім болады? Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Зарипов Қалдыбек Уәлиханович. Заке, менің атым Бақытжан Көпбаев болады. Жоқ, менің атым дейді. Қалдыбек. Зарипов ол фамилияңыз, дұрыс. Қалай айып етпейсіз. Менің атым Бақытжан Көпбаев болады. Біз ақпараттық агенттіктенбіз арнайы. Мінекей сіз осы мектебіңіздегі қызметкер шақырған екен, сол сұрақтарыңыз бойынша келгенбіз. Енді бір-біріңізбен ұрыспаңыздаршы, жарай ма? Айта беріңіз енді. Өзіңіз де таныстырып жіберсеңіз кішкене. Мен осы мектепте 16 жыл болды жұмыс істеп жатқаным. Аты жөнім Төліндиева Сауле Әділбековна. Биология пәнінен сабақ беремін. 6 баланың анасымын. Бүгін сағат 9:30-да Ерзаева Нарғыз Оралбаевна өзіміздің чатымызға жазады. Ол кісі кім ол? Бұл кісіден алдын болған временно исполняющий обязанность. Дәл қазір ол начальник классының заучы. Болды. Сол кісі айтады, районадан бізге бюджет бөлінген жоқ, капремонтқа сол үшін 2 күннің ішінде сендер өз ақшаларыңа ремонт жасау керексіңдер. Біріншіден біз отпускедеміз, екіншіден мен өз басымда айтайын, мен ешкімге не қылып жатқан жоқпын. Өз басымда менің лишний ақшам жоқ, ремонт істететін. Ол рас па? Ақша жинап өздеріңе ремонт жасады деген. Одан хабарыңыз жоқ па? Айта беріңіз ары қарай. Ол дәлелдеме ретінде менде WhatsApp-та барлық жазулар тұр. Сол үшін мен сіздерге сол шындықты ашып беріңіздер. Сонда районадан бөлінген краскаларға қайда кетіп жатыр, актерге қайда кетіп жатыр. Не үшін мұғалім мәртебесін көтере тұра, жоғарыға көтере тұра түсіре салады бізді. Отпускедегі адамды неге жұмысқа шақыртады? Себебін не? Түсіндіріп берсінші? Жұмысқа шақыртып алсыз, отпускедегі адамдар. Мен шақыртқан жоқпын. Кім шақырды? Оны өзі айтсын да, кім шақырды? Кім шақырды сізді? Осы шақыртқан жоқ па? Жоқ, осы сұрақ бойынша мен 9:30-да сразу группаға жаздым. Дәл қазір временно исполняющий обязанности кім деп маған ешкім жауап бермеді. Негізінде Нарғыз Оралбаевна жазғанмен, бұл кісі енді осы мектепте қазір ИО ғой, дұрыс па? Временно исполняющий болғандықтан бұл жерде не болатқан бәрін бұл кісі білу керек. Қалеке, Нарғыздың шақырғаны заңсыз ба? Заңсыз. Бұл кісіге айтпайсыз бен, оған сенбеңіздер. Маған келген жоқ, мен сұраған жоқ қой. Сұраса айтарым. Номері жоқ, потому что бұл... Нөміріңізді айтасыз ба? Завхоз. Мен өзім ба? Айтасаңыз нөміріңізді. 8764-8501. Бұны соны жазып алсаңыз болды ғой? Нөмірін айтты қазір. Бола ма? Иә, бірақ мен... Енді ішкі саясатпен бөлімінен де адамдар шақырып едік. Біз жаңа сіздердің сұрақ осындай болған екен. Сіздерден жылу жинап жатыр дедіңіз, ол рас па? Жылу дейін. Жаңағы ақша жинайды. Иә. Рас па? Иә. Ереке, сізді келгенше біз бастап кеттік. Айып өтпейсіздер. Саламалейкум. Саламалейкум. Сіз өзіңіз таныстырып жібересіз бе? Кішкене жаза берейік. Айнанқұл Талғат, білім бөлімінде қазір басшының міндетін атқарушы болып отырмын. Бас маман. Бұл мұғалім шақырған екен. Біз дейді отпускадамыз. Отпускада болсақ та бізді жаңағы мәжбүрлеп шақырып жатыр. Осы жерге жұмыс істетіп жатыр. Өзім қалтамыздан ақша шығарып істемек. Сіздер ақша жоқ деп айтты дейді. Өз қалтасынан мұғалімдер ақша шығарып істесін деп ремонт дейді. Рас па сол? Ол мәселеден мен хабарым жоқ. Оны кім айтты сіздер? Жақындасаңызшы. Бұл сұраққа ешкімнің жауабы жоқ. Себебі кто крайний деген сияқты ғой. Кім мәжбүрлеп жатыр сонда сізді? Сонда мен не дейді ана, ақмақпын да 16 жыл мұғалім болып жұмыс істеймін, 6 баланың анасымын да. Мені бұл кісілер ма, білмеймін, больница ма, психбольницаға жатқызып керек болып тұр ғой. Оны қойыңызшы, гипотетический нәрсені. Жоқ, негізінде да. Бұл кісі айтады, ондай тапсырма берген жоқпыз дейді. Мына жаңа директорыңыз, бұл кісі де айтты, ондай тапсырма берген емеспін мен деді. Міне, біздің группамыз. Группаңызда чатта кім айтты? Нарғыз айтты ма? Нарғыз деген танисыз ба? Иә. Ол кісі тапсырма берді дейді. Ақшаларың өз ақшалары айтып шығыңыз қайттан? Мына жерде Асан деген кісі кім? Мен білмеймін, мына кісі, короче... Біреудің сөзін мына жерде ескізбек, жарай ма? Ол жаңағы... Нарғыз апай айтады, 2 күннің ішінде бізге районадан приказ келген, мектеп оқуға дайын емес, сондықтан тез арада 2 күннің ішінде өздерінің ақшаларыңа ремонт істеп, кабинетті ретке келтіру керек. Түсіндіңіз ба?
түсіндім. Ол ондай біз тарапынан, бөлім тарапынан ол ешқандай бұйрық болмаса бір тапсырма болған жоқ. Әркім өзінің сыныбын ремонттасын деген. Ол текущий ремонтқа, кәдімгі ағымдағы жөндеу жұмыстарына ол краска, жаңағы тиісті нелер беріліп жатыр ғой. Ол біз тарапынан ешқандай тапсырма берілген жоқ. Нәрсені қайда жұмсатты екен деген сұрақ қой енді завхозға. Тікелей. Ол кісілер енді мынау завхоздар не қылсын? Қайда дейді ол заттар берген нәрсе. Заттар мен апарып көрсетейін, кабинетімде тұр. Себебін айтайын мен. Биыл 2023-24 оқу жылына біздің мектепті капремонтқа кетеді деп ПСД істелген. Смета істеліп жасалды. Смета тапсырылды. Ар жақтан жоғарыдан қаражат бөлінеді. Сол кезде капремонт болады деген бізге. Сосын соған қарап отырмыз. Может, капремонт болып қалса келген краскілер шығын болмасын деп мен специально ұстап отырмын. Ертең толықтай капремонт кешікті болмайды десе, мен аламда істетіп бастаймын. Яғни әлі мен соған уже міне уже келіп жатыр, уже болды, капремонтқа әлі қаражат бөлінген жоқ. Мен ертеңінен бастап болса уже тек қызметкерлер шығады жұмысқа. Содан жұмысты бастаймын. енді мұғалімдердің шатында сізде барсыз ба? Жоқ, мен жоқпын. Кіріп алмайсыз ба? Сол мына кісілерге жаңағыдай біреу бәлкім жаңағы берілген красканы соны жұмсап, ағымдағы жұмыс. Ремонт жұмыстарын жүргізу керек. Жөндеу жұмыстарын. Оны жұмсап қойсақ, ертең бізде бекерге күйді болады ғой краска, кеген краска. Кеген краска тұр, мен апарып накладной бойынша көрсетейін, пожалуйста. не қылдайсыз, ырзасыз ба? Жоқ. Былтыр мен енді дәл көрсетемін деп тұр ғой красканы. Дәл барып түсіре салайық, көрсетейік. жоқ, көрсетейік та, сөйтейік та, любой мектептің ішінде қазір бір кабинет болсын, уже мұғалімдер істеп жатыр. Потому что 9:30-да басталған приказ, сағат уже 1 болып жатыр. Бір мұғалім болсын, келіп, уже өз ақшасына ремонт істеп жатыр. Да, мектептің бәрін көріп шығайық. Бола ма көруге? Пожалуйста. Мен жаңа өзім Саясат бар, айтқан. как раз. Жүріңіздер, барып көрсек бола ма? Рұқсат етесіз бе көруге? Жүріңіз. Жүріңіз. Жүре беріңіз. Негізі мұғалімдер істей ма сол жұмыстардың бәрін? Жоқ, оны кіші қызметкерлер бар ғой мектепте істейтін. Сол кісілер істейді. Ол мұғалімдер ешқандай біз не қылып жатқан жоқпыз Бұл ғой. кісінің жаңағы еңбек кодексі бойынша құқығы бұзылып жатыр ма деп ойлап жатырмын да, өйткені жаңағы еңбек Бұл кісілер еңбек Демалысқа демалысында жүрсін. Иә. Ол мектепке оны келудің қажеті жоқ қой. Яғни жаңағы Нарқыз деген ханым сіздердің аттарыңызды жамылып асыра сілтеп жатыр ма? Ол жағын білмедім мен. Оны. Нарғыз апай бар ма? Осы жерде ма? Осы жерде дейді. Қазір бәрін сұрайық. Осындай сұрақтарды неге өздеріңіз шеше бермейсіздер? Мен хабарым жоқ еді бұл нәрседен. Хабарласып тұрсаңыздаршы, жақсы ғой. Биылғысын дәлелдей алмай жатырмын да, былтыр мысалы өз басым 15 000 теңге бергем. Анар апайға Народный банктен за ремонт деп, прям есімде жоқ, кажется, за ремонт деп жазған сияқты едім. Былтыр 2 күндік ақшамды бергем. Ремонт. Ондайлар болып тұра ма? Мұғалімдердің ақша жинап Өзім. ремонтқа? Негізі естімегенсіз ба? Жоқ. Ремонт мәселесі ол жылда бөлім тарапынан беріліп жатқан жаңағы ағымдағы жөндеу жұмыстарына сырлауға, әптеуге сол мәселеменен жұмыс жүргізіліп жатқан. Ол анау мұғалімдерден ақша жинап, кабинеттерді ремонт істеу деген нәрсе ол. Жоқ, сізді шақырғанымызда солда басында бірден шешіп ала салайық деп. Бар, жоқ деген нәрсе. Міне, апай, начальник классына апай, міне, пожалуйста. Қайсы? Үйде неге отырмайды екен? Сізді мектептің ғимаратында жүрсіз ғой? Кім жұмысқа салып жатыр сізді? Өзім салып жатырмын, өзім. Өз еркіңізбен келіп істеп жатсыз ба? Неге? Сіз қазір Сол кабинетте істеймін мен, сол үшін. демалыста емессіз ба өзіңізде? Демалыста мен өзім келіп тұрмын. Ешкім мәжбүрлеп жатқан жоқ па? Жоқ. Демалыста демалмай істегіңіз келіп жатыр ма сонда? Не? Өзім істеймін ғой. Айтсаңыз жұмыстан шығарып жібере ма? Жоқ, өзім. Мектеп демалыс еңбегінде, заңды еңбегінде. Апай, сізді кім шақырды? Өзім келдім, өзім кабинетті тазалап. Сізге бөлім тарапынан, білім бөлім тарапынан осындай бір тапсырма келді ма? Әркім өзінің кабинетін тазаласын, ремонттасын. Сіз жаңа айтып едіңіз ғой, төменгі саттағы адамдар істейді, мұғалімдер істемейді деп, мұғалім істеп жатыр екен мінекей. Енді оны мен әзір көріп отырмын бұл кісіні. Кім тапсырма берген? Мұғалім, сіз демалыстасыз ба? Сіз демалыста болуыңыз керек. Демалыста болуыңыз керек. Ал бұл ремонт мәселесін мектептің кіші қызметкерлері бар ғой, сол кісілер істейді. Сол кісілер істейді. Бұл кісі сонда заңсыз істеп жатыр ма қазір? Мен